Тақырыбы жер сілкінісі. Жер сілкінісіне не себеп болады? Мен және тек қана мен. Иә, сен үнемі мақтанасың. Жер сілкінісі жер қыртысының қатты сілкінісі. Жер қыртысы тектоника тақталары деп аталатын көптеген бөліктен тұратын қатты сыртқы жабын. Бұл тақталар үнемі қозғалыста болады. Алайда қозғалыс өте баяу. Бір жыл ішінде олар 2-5 сантиметрге ғана қозғалады. Менің шашым олардың қозғалысынан гөрі тез өседі. Дәл айттың. Көбінесе бұл тектоника тақталары қозғалғанда немесе бір-біріне тиіп кетсе, олар көп зиян келтірмейді. Алайда кейде олар кептеліп қалады. Және бір-бірінің үстінен оңай сырғып кете алмайды. Бірақ қысым жасай отырып итеруді жалғастырады. Алайда қысымның жоғарылағаны сонша, тақталардың бірі кенеттен екіншісінің үстіне қозғала бастайды. Немесе олар бір-бірімен соқтығысып, жер қыртысының қатты дірілдеуіне әкелуі мүмкін. Осылайша жер сілкінісі пайда болады.